Бұл кісінің басты ерекшелігі снайперская чуйка деймі. Бұл кісі ешқашан автобусқа мінбейді, таксиге мінбейді, дворларды аралап жүреді. Сен не, пенсияға шықтың ба? Қалайсыңдар? Ой, мыналар. Иван ағай. Тағы да кім пенсияда? Жас бала уже пенсияда. Шқаға қатыспайды. Қара Сұлтан. Меня это спрашивают, как вас зовут, атын жөніңіз кім? Я говорю, агай. Почему? Потому что вот когда дети постоянно там вот, что-то там нужно, они говорят, агай. Таразда Ваня ағай бар. Қазақ футбол жайлы өткен видеоматериалымызды дайындап жатқанда білетіндер осылай деген еді. Сонау 90 жылдардан бері бергісі Тараз футбол клубына, арғысы ұлттық құрамаға кәсіби кадрларды бала кезден танып, шындап, іргетасын қалап беріп жүрген Иван Ақсақал жайлы көпшілік біле бермейді екен. Бұл репортажды сол кісіге арнадық. И вот здесь дети играли, и один мальчик понравился. Это был Исламхан. Шустрый такой, по-спортивному наглый, хорошо читал игру. Если, допустим, маленький в этом возрасте дети все бегут на мяч, одаренные, они ищут свободную зону. Вот он так играл. Потом пластичный. Бірінші аула, екінші енді қалай айтса да Ваня ағай ғой. Осы ауыл бізді кішкентай кезімізден үйретіп, көптеген жарыстарға апарып, шет жақтарды көрсетіп шығарған, көп еңбекте Ваня ағайдікі ғой. Өзім үй жағыма келіп, есік алдыма келіп, әке-шешеммен сөйлесіп, мектепке келіп, жүріп барлық нәрсені футбол тастамас үшін бәрін істеді ғой біз үшін. Если вы видите, что какой-то мальчик, допустим, одаренный, да, допустим, тот же Исламхан, вы с ним занимаетесь как-то по-другому, чем с остальными? Ну, к ним обычно у меня требования были повыше. Кому много дано, с того и много спрашивается. Команданың капитаны болғанмын көбінесе. Көбінесе ответственность менде болатын. Мені даже клубта жіберген кездер болған, қатыспаймын деп кетіп қалған кездер болған. Мен Ташкентте турнирға бардық. Ертесіне ойын. И түнде что-то ұйықтамай жатырып, там анау. И балалар там паста жағы бір нәрсе ойнаған ғой енді. Ваня ағай тұрады. Бато, сен шық. Осының бәрін сен істеген, ағай, мен істеген жоқпын. Сен осының бәрін алып жүрген, сен істедің осының бәрін деп. Сол кезде бір таяқ жеп тұрғызып қойғаны бар еді ағай. Бір нәрсе болса менен көретін еді ғой. Сенсің осы бәрін. Бір нәрсе істейтін да, бір нәрсе табатын да сенсің деп. Но енді ол да бір жағынан бір шығар, ол өте үлкен сенім болған шығар ол кісілер маған өзін тастамасын деген сияқты, сол сияқты. Ол кісіге тек қана алғыс айтпасақ, басқа ештеңе айта алмаймыз ғой енді ғой. Бұл кісі индивидуальность дейді. Анау жекелей адамның қабілеті бар ғой. Соны шығаруға тырыстырады. Балаларға кішкентай кезінде ешқашан подсказка бермейді. Былай істе, сен теп, не істе деп айтпайды. Өзің шешім қабылда, ойлан, не істеуге болады. Сол кезде ол өзі алдап кіре алады. Қазір европейский футбол ғой, мысалы Мессилар бірден пас бере салмайды. Бір-екі адамды алдайды, өтеді, қарайды, береді. Сол себепті сол тактиканы көп қолданады ағай. Анда-санда ағайыма күліп айтып қойым, ағай, біз жақсымыз ғой деп, қазіргі өсіп келе жатқан балалар жақсы ма деп. Сендер онша емессіңдер, қазіргі балаларым мықты дейді. Енді шындықтан мен өзім 10 жастан бастадым. Қазір қарасам Бедванияда 4 жасар балалар бар, 5 жасар бар. Уже қандай дамып кеткен да. Ну, Исламхан, он в этом в плане он очень дисциплинированный, он тренировки практически не пропускал. Ну, он сам себя сделал, можно сказать. Я просто помогал. Моя заслуга в том, что я нашел и помогал немножко. Қанша мақтанса да жарасар еді. Алайда бұл менің еңбегім деп айтуға ағайдың табиғатына тән парасаттылығы мен кішіпейілдігі жол бермейтін сияқты. Осы ауылда бірге өстік Ванямен. Орыстарда, украиндарда
немістерде бәрі бірге тұрдық осы ал кішкентай ауылда. Он историк, ол тарих маманы. Кейін историк әкімшілік істеп, кейін футболға деген өзінің жаңағы құлшынысымен футболға жақын адам ғой, нағыз фанат ғой. Бәрін тастады да әкімшілікті сөйтіп балалармен заниматься етті, айланысты балалармен, осы кішкентай балалармен. Қанша жыл Америкаға да барып келді, балаларды апарып келді. Жаңағы Американың несімен, программасымен. Осының бәрін спорт жағын бәрін осы Ваняға ұйымдастырады. Қаладан келеміз екеуміз міне. Основной ұйымдастырылар біз. Мына жерде мына Қайрат жаңағы мына жерде физругымыз бар. Соларға тапсырамын. Осындай бұл ауылда осындай бір ең бір спортивный өз аудандағы бір сондай бір спортқа жақын ауыл. Ол Таразда бұл әр үйге, әр аулаға барып талантты балаларды өзі іздеді. Өзі тауып. Олардың әке-шешесімен жаңағы сөйлесіп, балаларды жаңағы тартып, соларды тәрбиеледі. Ваняның сондай еңбегі зор. Оны депутаттардың түскен жерін түсіре береміз бәріміз. Депутаттар, он такой. Біз төменнен бастау керек, біз төменнен. Қалай шыққан? Мұны Ваня сияқты осындай балаларды тәрбиелеп жүрген балаларды осы Ванялардан бастау керек. Ауылдан бастау керек. Ауылда қанша адамдар бар, балалармен жұмыс істеп жатқан. Сондықтан рахмет. Мынау воротаны біз соққанбыз уже, ол воротаға 50 жыл уже. Совет кезінде ана екі журнал болған, спортивные игры и физкультура и спорт. Вот сол жақта там тренировка, мынау сол жақта көргенбіз и өткізгенбіз. Бізде тренер болған жоқ, тренер. Өзіміз жаттығу жасадық, өзіміз үйрендік. Ойна, 2 касания. Вот, 2 касания. Ойна. Жай. Оп, 2 касания. Так, анандай балалар бар ма? Айдалаға тебетін балалар бар ма? Бар ма, жоқ па? Бірінші не істеу керек? Алдап ойнау керек, иә? Алдап ойнасаң үйренесің. Пас қашан беру керек? Пас. Шаршағаннан кейін. Шаршадың ба, пас бер. Ең бірінші кезінде мектеп жоқ кезде, спорт зал жоқ кезде, доп жоқ кезде қарапайым менің терісінен өзі кісі жасап, осы бастаған кісім. Тек қана бірлесіп Жамбыл ауданы емес, Жамбыл облысына, Қазақстан Республикасына танымал тренер деседі. Бірлесіп еңбек орта мектебіне үлкен демеушілік жасайды, оқушыларына жыл сайын добын, формасын, керек жарағын бәрін әдер демеушілік жасап отырады. Тек қана футболист емес, тренер емес, адамгершілігі бір төбе десе де болады. 20 жылдан аса өшеді спорт жарысы, оның ішінде футбол жарысы 20 жылдан артық жүргізіп келе жатыр. Балалар ойнайды, жас балалар. Үлкен футбол аудан бойынша 7-8 команда ең кемінде қатысады. Оның жаңағы призерін бәріміз өзіміз ұйымдастырамыз. О, мыналар ойланып ойнап жатыр. Молодцы. О! Гол ұрғаннан кейін не істейміз? Гол, қуанамыз. Шабалақ, молодцы. Өте жақсы. 2 жасымнан 10-ға дейін 2 жыл нападающий ойнадым. Сөйтіп 10 жасымызға келген кезде өзім құрдасымыз бірге ойнаған Боданов Арман деген досым бар. Соның үйіндегі жаңа кішкене проблемалар болды, ол футболға 1 жылдай келмеді. И сол уақытта жастар стадионда жаңа қақпаға тұратын адам жоқ қой жаңағы. И бәріміз жаңағы сулифа жасап, мен отылып қалам. Қақпаға тұрамын, сол кезде даже кім тепкен дейін қазіргі таңда помню. 15 жыл өтіп кетті ғой уже. Сол кезде Нұржас деген 98 жылғы бала тебеді, жаңге қарай сол жақыма. И мен көзім жұмамда жаңағы секіріп ұстай салам удобта. И болды ғой, содан кейін жаңағы дядя Ваня келеді да маған келесі күні қолғап береді. Мынандай жеріндегі жаңағы 4-4 жаңағы ауырмау үшін вратарский формалар береді. Сол мен вратар болып кеттім. Өзің қарсы болған жоқсың да сол кезде? Мен енді екі ойлы болдым, 50-50 болды айтқан кезде. Үйге жаңағы мақтанып келем ғой, мен вратар болдым деп, қолғабын ұстап, жаңағы немді ұстап, сөйтіп келсем, папам ұрсып жатыр ғой жаңа. Вратар болмайсың сен деп. Келіп, ұрысқан кездер болған етін бір-бірімен екеуі. Жоқ, мен балам вратар болмайды, нападающий болады деп. А біздің дядя Ваня болса, жоқ, ол вратар болады деп. Сондай ұрысқан кездерде болған. Дядя Ванямыз көріп қойды, біліп қойды. Кішкентай кезімізден бері мысалға кімде қандай қабілет бар екен, сол кезде біліп қоятын.
И әрқайсымыз өзіміздің позицияға қойып біле тұра осыншама ойыншылар шығып жатыр деген ойдамын мен. О! Так, шабалақ, қуанамыз. Молодцы, молодцы. Өте жақсы. Мен Ванягайды қателеспесем 98 жылдан бері танимын. Ол кезде ауылда вообще футбол жоқ. Бұл кісі сырттан келді, бұрын ауылда өскен. Футбольный команда жасақтады, потом районный турнирлерде өта бастадық. Потом областной турнирлерге шықтық, потом республиканский турнирге. Потом мені өзі Америкаға апарып келді, Америкада ойнап келдік. Жігіттер! Давайте, молодцы, жақсы! Жақсы! Те годы очень сложно было, дети маленькие, родители не отпускают. И я с 3-го микрорайона в 11-й микрорайон вот, на крайнюю остановку приходил, собирал детей, и мы с ними на автобусе ехали до следующей остановки. По всему маршруту собирали детей. И вот так мы до стадиона Улан, Локомотив, их отвозили. А после тренировки тоже обратно так же. Енді ол кісінің шәкірттерін бәріңіз білетін шығарсыздар. Қазіргі деңгейде, ең жоғары деңгейде ойнап жүрген. Елдос Ахметов, Бауыржан Исламхан, Бауыржан Байтана, Бақтияр Зайнуддинов, сборный Қазақстан вратары, Мұхамеджан Сейсен. Тағы көп қой. Димаш Қараман бар, Дінмұхамед Қараман. Қазіргі таңда 2 ойын бұрын сборный Қазақстанда Челсиде гол соғып жатыр. Северный Македонияға қарасаңыздар. Жеңіс командасын қалай алға сүйреді. Димаш бар. Мысалға Ғалымжан Кенжебекті қараңыздар қалай ойнап жатыр. Былай қарап тұрсаң, бүкіліміз мысалы сборныйда жүрген қазір Жұмат Дәурен бар. Осы жылы қазақтардың арасында 13 гол салып, лучший бомбардир болып жатыр премьер лигамызда. Тарас, когда последний год играл в премьер-лиге, это 3 года назад, кто у меня занимался, они сфотографировались, и мне прислали фотографию, там написали «Ваня Агайский». Менің атым Вадим, менің жасым ондам. Мен үшін Иван ағайым өте мықты тренер. 4 жасымда барған кезде сөйтіп ұнап қалшы. Бардым да сөйтіп қатты ұнап қалды, сол үшін бардым. Сөйтіп бір 6 жыл ойнап жүрмін. Иногда вот в воскресные дни создаем ситуацию двора, чтобы не навязывали там свое мнение там и так далее, свое видение футбола, чтобы он, зачем ему подсказывать, там говорить, он сам должен думать на поле. Вот эта ситуация двора позволяет, в общем, ему решать на поле, ну, моменты там какой-то решать самому. Во дворе же нет родителей, нету тренера, нету, никто не мешает. Они сами, как считают нужным, так играют. И раскрываются. Никто их ни в какие рамки не вводит. Тараз енді жыл сайын таланттарды сыйлап отырады. Өзіңіз кезінде Қайратта ойнадыңыз. Қайраттың структурасын көрдіңіз, академиясын, структурасын көрген адамсыз. Таразға не жетіспейді қазір? Мысалы, дядя Ваня сияқты адамдар істеп жатыр, қолынан келгенше істеп жатыр, бірақ бәрібір не жетіспейді Таразға? Бізде көп нәрсе жетіспейді дегенде, маған Таразда мысалы инфраструктура жоқ, футбольный поле жоқ балаларға. Енді Алла қаласа академия ашылады деп жатыр. Мысалы, қалай біздің Тараздың футбол өсіп команда бірінші лигада жүріп жатса? Ол балалар мысалы премьер-лигада ойнағысы келеді. Премьер-лигаға шығу үшін өзіміздің балалармен де ойнаса болады да, қаншама Тараздың балалар шет жақта жүрген. Шақырып, барлығымен сөйлессе, осылай десе, өзім тек көмектеспейді. Басқа жерде жүргенше. Кішкене условия жасап, командаға осылай кішкене алға осындай мақсат қойып, мен ойлаймын барлығы келісіп келеді деп. Барлығын өсіп шыққан жер Тараз бар. Көп нәрсені берген. Ну, у нас занимается где-то около 500 детей
с 5 лет, ну, в основном до 14-15 лет. Наша задача готовить футболистов, детей для футбольного клуба «Тарас». С 12 лет передаем там лучших. Проходит отбор, кто пройдет отбор, все занимаются в «Таразе». Проблемы вот у нас полей не хватает, особенно в зимний период, теплых залов не хватает. Залы в основном маленькие, 40×20. Мы для большого футбола работаем, готовим для большого футбола детей. Нам приходится арендовать поля побольше, а побольше полей нет. Стоимость аренды у нас разная, от 4 до 10 тысяч. Жаңағы премьер лигамыз болатын болса, первый лигамыз болатын болса, екінші лигамыз болатын болса, осы жерде балдарды дамытып жібергенге көбірек бір возможность болатын еді. Менің ойым, жеке пікірім. Көп футболшылар 18 жасқа келгеннен кейін кім первый лигаға түсе алмай қалып жатыр, көбісі қойып кетіп жатыр. Мысалы қазір мен демалып жатырмын, ЛЛФ деген жарыс бар. Қыстың күні жаңағы лига любительский футбол деп аталады. Сол жаққа барамын, өзім достарымды ойнайды, соны қарап жаңағы жүремін да. Сол жерде қаншама футболистер жылдай қарасаң. Сол өкінішке қарайсың да, сол жағы бір түзу болса екен, тураланса екен деп ойлаймын да өз ойым. 47-я школа, город Тарас. В свое время вот я организовал здесь просмотр и пригласил ребят на просмотр вот с этой школы. Сисен Мухамеджан 99-го года рождения, а 2001-го Жумабек Аблай. Вот он тоже в этой школе учился. Азанда мен тренировкаға барсам, дядя Ваняға, обедте оқитынмын. Тамағым ішіп алатынды, тағы бір тренировкам бар еді, каратэге қатысатын бұрында. Бұл айтқан кезде бос уақытым вообще болмайтын. И оны мен тренерім біліп қойды, Иван Михайлович біліп қойды. Соны үйге біреу тоқылдады түнде. Сөйтіп есікті ашса, біздің ағайымыз тұр, жаңағы дядя Ванямыз тұр. Үйге кіреді, сөйтіп мән-жайды түсіндіреді. Мұхамеджан осылай футболға да барады екен, сабақ бар, одан кейін каратэсі бар екен. Ол бала тренировкада шаршап жүр дегенде әкеп беріп түсіндіреді. Сол кезде жасым бір 9-да ма сондай. Былай қарасаңыз, қандай тренер кешке таман игроктың несіне үйінде келіп сөйтіп түсіндіріп айтады. Бір спортқа ғана берейік. Мен оған айтпаймын футбол таңдасын деп. Либо футбол, либо каратэ таңдасын деп. Тура өйстіп айтқан едім. 94-терден бастап 80-90% балаларды футбольный клуб Таразға беріп жатқан осы кісі. БФЛ дейді, балалар футбол лигасы бірінші орын алып келді. 2014-тер мына балалар жаттықтырып жатқан балалар, бұлар да бірінші орын алып келді. Ертең осы балаларды көреді, футбольный центрге береді. Енді 3-4 бала Зайнуддиновтер сияқты шығады ғой кейін. Біз Шымкентке бардық БФЛ-ға. Сөйтіп бір барлық турнир ойнамай жатырмын ше, сөйтіп финалға шыққан кезде 2 гол штрафнойдан тықтым да, сөйтіп барлығы молодец депті. Бірінші орын алдық қой. БФЛ-ға Шымкентке көп рет бардық та, сол үшін ешқашан орын алмадық. Енді сол бірінші орын алған үшін жыладым. Мама келді ғой финалға. Мама мен қарындасым. Папа жұмыста. Не деп айтты саған мама? Су шалып беремін, мынандай ғой. У тренера, вы знаете, зарплата маленькая, там сложно. И из-за этого многие могли бы работать, но не получается. В общеобразовательных школах больше физруки получают, чем... Насколько больше? Ну, насколько? Ну, там, допустим, без образования, насколько? Там 200-250 где-то может. А так, в спортшколе, допустим, там 130 где-то. В футбольном центре там зарплата 200-250, вот так, 200-220 вот зарплата. Но это тоже маленькая зарплата. Ну, зарплата, средняя, хотя бы $1000, чтобы более-менее, хотя бы. Осы кісінің шәкірттері көбісі, барлық қазір тренер болып жүрген жігіттердің бәрі, солдардың шәкірттері бәрі осы кісінің методикасын қолданып жатыр қазір. Ағайға алғысымыз шексіз. Ағай дейсіздер ме? Иә, ағай дейміз. Қазақша сөйлесеміз. Қазақ десе жанын береді. Сондай кісі. Бізде бір сондай бір ритуал бар. Жаңа жылда 29-на таман Бауыржан Исламхан ағамыз келеді Таразға. И бәрімізді жинайды. Ол уже қателеспесем бір 6-7 жыл болды. Осы нәрсені тастамаймыз. Дәстүрге айналды ма? Дәстүрге айналдырып қойғанбыз. Ағамыз келеді, ол кісі бәрін жинайды. Ол жерде
даже былай айткан кезде қазіргі таңда Таразда тренер болып жүрген Анарметов Азиз деген сол кісілердің өздері де бар. 80-ші жылғы ағаларымыз да бар ол жерде. Ұлан Қонысбаев бәрі келеді. Бәріміз жиналамыз. Бір 10 шақты команда жиналады. 6-6 болып футбол ойнаймыз бірінші. Одан кейін қайтамыз да, жаңағы медаль бәрін аламыз да, үйге қайтып кешкісін отырысқа жиналамыз. Ол жерде уже семейный келіп жиналамыз. Әйел бала шағамызбен келіп отырып, кеткен, өткен қызықты сәттерді есігімізге алып, әңгімелесіп, сөйтіп отыратынымыз бар. Басқа жерде ұмытылып баратса да өзіміздің Таразымызда ондай әлі ұмытылмайды. Ғана аға деп, кішіні кіші деп сыйлайды. Бізді кезінде ағалар бізде болды да, біз қазір аға болып жатыр, біз өзіміздің інілеріміз қолдап жатыр. Иншалла олар да аға болады. Олардың да артынан өсіп келе жатқан інілер бар. Сөйтіп просто ойлаймын, осы поколение кете берсе ол жақсы болады деп. Мечта какая была, чтобы воспитать там футболист, не воспитать, найти там и дальше продвинуть. Вот с этого аула, где я был, там род Байтана, вот байтанинцы. И вот Исламхан Баужан, он Байтана, он не с этого аула, но он Байтана. Вы ощущаете вот гордость большую за своих воспитанников? Я его воспитал, я его тренировал, это я никогда так не говорю. У меня занимался, я его нашел там, вот в этом плане да. А воспитал, я его натренировал, это слишком громко. Қазақ футболында түйіні шешілмеген мәселе көп. Әсіресе балалар футболында. Әсіресе шалғайдағы ауылдарда тұншыққан таланттарды іздеп, оларға мүмкіндік беретін, солар үшін жаны күйетін мамандар тапшы. Ал Тараздың қара домалақтарының жолы болды. Таразда Ваня ағай бар.